Жеңілмейтін махаббат, салтанат Найхан, Қазақстан, қайың. Қобыздың сарнаған арагідік аңыранған дауысы естіледі. Жүрегім енді аз болса шыдамай жарылып кетер түрі бар. Қиналып көтере алмай барам. Қараңғы. Аспанда айда жоқ. Мына дауысқа шыдай алмай ағып кеткен сияқты. Азаптанып өлдірмен күйге түстім. Екі қолыммен басымды қысып айғайлап, жоқ, даусым шықпайды. Бәріне кінәлі мен, мына мен. Күллі бабалар рухы өкпесін қобыз үнімен өзегіме құйып жатқандай тылсымнан ауыр салмақ баса берді. Қобыз көз алдыма ел үшін қан кешкен батырлар ерлігі, ұлы айқастар, алып ақындар тізбегі, ұлы хандар шоғыры, сатқындық пен сұм өшпенділік суреті тізбектеліп өтіп жатыр. Сендердікі өтірік, мен тарих былай болған деген сиқырлы сыбыр келгенде, тірідей тозақ оты осылай болар дегенде ой үстінде тозаққа тарихқа тас лақтырғандар түседі деген жаңа ереже жаттала берді. Көз пердемнің алдынан аңыздай аталарымның өмірі, шом-шом түйелі шөп, бұрымды қыз бен бөрікті ұлдар олардай шулап, бізді мәңгі тастап бара жатқандай шұбырынды сурет кетпей қойды. Жылағым келді, бірақ қазақтығым жағымнан алып, тек алты айрығымнан тер саулай берді. Қарысқан жағым да көзімде ашылмайды. Олардың жылағаны жетеді, сол жеткілікті. Жылаған ана, жылаған ұрпақ, туылмаған тау-тас, әрбір бұта ағаш, қара жер жылай алмағалы қашан. Басым, болды, ата аруақ. Жылай алған жаратылыс жанды өмір бере алады. Көзінен жас шықпайтындар ең қорқынышты жандар. Соңғы жас аттың жалында өткен тарихтың босанбаған құрсағында кетті-ау. Ойларым елеспен бірге бөліп алғаны сонша, басымды қара жерге соқсам, суға жоқ ана көштің жасына көмілген қап-қара тас жол екен. Жер бетін теп-тегіс жас жауып алған. Сол жастың бетін күллі өлген деп ат берген ата-бабам ақырын кешіп кетіп барады. Түйе, жылқы, бес қарулы әскер, қыз-келіншек, бала-шаға ұмар-жұмар араласқан көрініс. Олар қайда кетіп барады? О Құдай, қобыз үні естілген жаққа кетіп барады. Ол кім? Қобыз тартып жатқан Қорқыт атамыз шығар. Анық сол кісі деймін демігіп. Ұлым, сен қобыздың үні бол деген өр дауыс қобыз даусын шорт кесіп анық естілді. Жақыннан дәл қасымнан шықты. Басымды көтеріп көзімді ашып дауыс иесіне қарауға шамам әрең келді. Бұлыңғыр. Мен Қорқыттың көрі де өзі де емеспін. Атаң қожа берген жыраумын. Сенің санаң солай деседі деп анық-анық сөйледі. Алдымда арқан тастам жерге сорайған зор бейне қарайып барып енді айқындалды. Алып адам. Бар айтарым осы, елестетудің өзі мүмкін емес ірілік. Суреттеуге өлмей тұрып өрем жетпес еді, бірақ теріс қарап отыр. Арқасын беріп сырт айналған. Ата деппін, қалай аузымнан шығып кеткенін білмеймін. Не айтарымды, не сұрарымды білмей тілім байланды да қалды. Ата, сан рет ішімнен айғайлауға шамам әрең жетті. Қозғалмады, басында бұрған жоқ. Тәуелсіздік құтты болсын балам, деді даусы жаңғыра шығып. Сен тәуелсіздікті өзгеден ізде. Үнсіздік орнады. Мен қыбыр етпеуге тырысып тағы не дер екен деп тосып отырмын. Тәуелділіктің арқасында тәуелсіздік орнайды. Өзің тәуелді етуді үйрен, дей бергенде ата, үнімен қоса алдаспанның жарқ етіп осы тілген даусы қатар шықты. Қолыма салп етіп түскен затты бағамдай алмай қалдым. Маған тапсырған аманаты осы болар деген қуанышпен құшақтай бердім. Қараңғылық азая бастаған сияқтанып, алып бейне ақ жарыққа айналып сағымдана берді. Айнала рауанданып көзге көріне бастады. Таң атты деймін. Өзімнің 4 жыл балконнан қараған қарала қайың ғана қалды. Жаңа ғана қара өлеңнің бастауы, жыраулардың атасы. Қожа берген атам теріс қарап отырған осы қайыңның өзі екен, кәрі қайың. Сол сәт атамның аманаты есіме түсіп, қолымдағы домаланған затқа қарасам, адамның басы. Өңірім түгел қан,
шошығаннан ата деппін тағы да. Әлгі атамның ержүрек ел азаматы екені көкейіме келгенде батырлығым ұстап басты қан қолыммен аударыстырып қарай бастадым. Шашы сап-сары, көзі жасыл орыстың басы екен. Орыс не екенін білмедім. Ұзақ күлдім. Я вор деген сөзден есім алып, күлкім кілт кесілгені сонша дауыстың қайдан шығып жатқанын аңдамай жан-жағыма қарай бердім. Ешкім көзге түспеген соң қолымдағы бас кілт есіме түсті. Тірі басты кім көрген? Көзін алақтатып, тісі ақсиып, күллі тарихымды кекеткендей түрі өте сұсты. Ашуым өзімдік емес, айғай салып 8-ші қабаттың балконынан ышқына лақтырып жіберіп оянып кеттім. Екі жігіт ұзақ әңгіме айтты. Бірі Сорайған Сұлтан, екіншісі жүндес жігіт Қожа. Әңгіме өмірі бай емес, көңілі бай қазақтың баласымыз. Құрбандыққа бара аласың ба өлең үшін? Мен аяқталды. Сұлтан сол баяға қарала қайыңға тіл қатты. Кешір дейді. Неге? 4 жылда 4 шумақ өлең арнай алмағаныма. Қожа, өлең үшін өлмей қалуға бола ма? Алматы, менен кешірім тілеме. Сенен өлең есігін аштым. Енді өзіме бөтенмін. Ой туманына адасып қалғандай сезінетін кездердің бірі. Көпті қойып екеу өздерін өздері түсіне алмай алтын жұтып қойғандай батпан ойда ауыр. Батыста жіпсіз салбыраған күнде көңілсіз сияқты. Алда жасыл орман. Орман емес-ау әлгі қайыңның қонақтары. Әйтеуір құлпырған жасыл, түрі мен түсі ерекше ағаштар. Бірі сорайған тым ұзын, етсіз адамдай қара терек тектес. Құдай біледі, бір түрлі бөтен. Бірі қолмен жасағандай доп-домалақ селдір бұтақты. Бір қарасаң, біреулердің басындағы ебедейсіз парик сияқты бірдеңе. Әйтеуір ағаш. Екі жігітке қарала қайыңнан өзгесі таңсық. Жат жерлік келімсектей. Астанадағы қалың жылтырақ сан пошымдағы құрылыс үйлерінің ішіндегі бәйтеректі еске түсіреді. Жүрекке жақын қайың. Сұлтан талай түн сырласқан кәрі қарт, жетім қайың, жетім тарих, жетім табиғат абызы, тағы солы сияқты көп дүниелер айтылған болатын. Сұлтан: Қожа, айтшы, Алматы кәрі ме? Қожекең тұнған салмағын бұзғасы келмегендей кербез. Сен өзіңді мына болмысыңды 20-дан асып жаспын деп тұрсың беу? Ха. Сұлтан ұзақ күлді де, онда сен қарашы, анау Алматының жалғыз сал ақ шашындай кәрі қайыңды танисың ба? Ол кімдерді көрмеген? Сезінемісің? Тоқта, деп өктем сөйлеп, сөзіне сезіне алмайды-ау деген шын күдік естігендей. Ол қайың менікі, болды, басқа ешкімдікі емес деп Сұлтекең қызғана сөзін бөлді. Жә, сенікі ақ болсын, мен тоңғанда сындырып тұтақ беріп тұрсаң болды. Ха, Сұлтан елеген құлап кеткендей үрейлі күліп тез басыла. Ол қайың Алматы болмай тұрып осы өңірдің тіршілігі болған. Достарын да туғанын да осы қала үшін құрбан еткен болатын. Біз білетін таудың етегіндегі жалғыз табиғат осы кәрі қайың. Жалғыз ағаш орман болмайды деп қала халқына орман жасап берген ғой. Я, деп Қожа сөзін бөле. Әне қарашы, Сұлтан, ұзын сорайған, бұйра жапырақты қара талды. Тура Алматыға арғы беттен келіп қаптап жүрген ақша аулаушы негрлерге ұқсайды екен, әй. Шымкентше боқтап. Атаң әлеттер көбейіп, қаулап өседі екен, қарашей деп күйіп пісті. Ал, деп Сұлтанда, ана арбиған жапырағы селдір неме тым көп екен. Көрінісі де көзге оғаш, нағыз қан сорғыш, қан емес-ау, уысы бетін қара Қытайдың ғой қаптаған. Ой, әкең, өртеп жіберейік пе, жеріміз кеңсін. Әнеу шет жағындағысы біздің көрші бөлмедегі Қытайдың өзі ғой, деп езуінен шықылықтап таң қалды да қалды. Мына ағаштар тың көп әрі бөтен. Бізде танылмайтын келімсектер көп ақ екен, Қарашы, сенің қайыңның сол жағына қарай үйығып, жапырақтары жалақтаған адамның тілі сияқты сол ағаштар байқасаң тұра батыстың сан тілді түкті пәлелер ғой, деп басын қасыған. Қожаға қарап миығынан күлген Сұлтан: Сен оны қой, сол топ ағаштың жоғарғы жағын ала тұрған сарыны көрдің бе? Біздің кафедрадағы Еуропадан келген профессор сияқты шіреніп өсіпті.
тап түнде балтамен шауып кетсе. Оны да тұра тұр, біздің кәрі қайың Қазекеңді айналып өскен ағаштардың орманға ұқсас жиынтықтың шетін ала акаларымыз да жүр, көрдің бе? Иә, әне шеттегі су жетпей қурай бастағандар солар, қарашы, деп саусағын шошайта. Қарашы көп-ақ, қара торы біртүрлі солыңқы өскен ағаштар, өзбек қырғыз сияқты түріктің балалары. Мына тажалдар бәрін сорып қурап барады екен. Сұлтан деп тура туғаны ордай тұрғандай шарасыз кейіпке түсті. Бәрін айтпай ұғып тұрған Сұлтекең аз ойланып, сен ананы қарашы, иегімен нұсқап. Қайсы ананы, деп қолын шошайтып сөзін жалғады. Топ болып қаптай өскен қараған тектес жайылып өсетін ағаштарды көрсетіп, бәрінен қиыны солар, көбі де сол екен. Қарашы, ұлт емес-ау әлгі неше түрлі қиқымдар, діни ағым, секта жолдар, адастырушылар, соның бәріне кәрі аққайың тура дін нұр емес пе, қожа? Қара көже, айтшы, өтірік пе? Рас, деп қолын шошайтты да қайтадан түсірді. Тым көп, өте көп. Бәрін айтуға ауыз бен тілді қойып жүректер шыдамайтын еді. Бізге мықты болу керек, қара көже, деп досымыз аспанға қарады. Аздан соң, ең бастысы, бұл ағаштардың ішінен танымай тұрмыз, танысақ та үнсізбіз. Ол орыстар шөп сияқты, шөп, әсіресе көп-ақ. Бірақ қандай шөпте, деп ақырын ерніне сөйлегендей күлді. Мен де орыстарды, сен де таныдық. Екеуміз де арасында өзіміздің қазақтарды осы қайыңның шыбық тектестерде болды. Сол үшін айта алмадық, қожа. Көрсетпей-ақ қоялық, иә, Сұлтан? Иә, көрінген бедеуді көрсетпес болар. Жүр, кеттік. Сұлтан, дәл қазір қайыңның қасына барып өлең оқымасақ күнә. Иә, кеттік, деп ойын оқыған қожасы мен Сұлтан іштей тағы бір мақтанды. Мынаны қара, кей жерінен ит тұмсығы өтпейді екен, деп Сұлтан таң қалды. Бала кезінен орамды өлкеде өскен ол үшін мойнына ақ қағаздан алқа таққан әр ағаш көшіп келген елімен бірге өз ныспысын көрсетіп тұрғаны қызық. Бірін таныған жоқ. Ол білетін кәрі қайың ана ағаштың, мына ағаштың жапырағын ұстап танысып жүріп қарала қайыңды көп іздеді. 9 қабатты биік ғимараттың арқалығынан бір қиқым баланың айдарындай анық көрінетін енді таптырмай әлек. Қожа, деген Сұлтанның даусы артта келе жатқан досына үрейі естілген. Ары қарай үн жоқ. Қожа ескі бұта мен жапырақ көмген жердің кедергісіне қарамай жүгіріп дауыс шыққан тұсқа келгенде, жүгірісі де демі де кілт тоқтатып, аузы ашық күйінде қалды. Жуандығы 2 орам құшаққа әрең сияр. Сұлтанның құшағы жартысын құшай тұрғаны жуандығынан еселей хабар бергендей. Бұтақтары андыз сирек орналасқан. Кей жерінің қабығы ашылып, тозған киімдей көзге жұлбаланып, аянышты көрінетін. Шашырап суреттелген қара жолақтары заманның тырнап салған ізі секілді секпілдерімен қосылып нағыз әжім басқан кәрі қайың екеніне көзге ұрады. Сұлтан құшағы жеткенше аймалап арасында сүйіп алды. Сен қасиетті қайың болдың ғой. Қожа қатқан орнынан қайыңның ұшына көз жеткенде қалпағы ұшып түсті. О, шешау, мынауың нағыз қайың, Сұлтан, деп ол да досының қасына келе кәрі қайыңмен араздаса бастады. О, апа, дегенде қасындағы Сұлтан досы езуінен күліп, әжесінің баласы болып еркеліктен етегін жырмай өскен қожаны сұмдық сүйіспеншілікпен жақсы көріп кетті. Бұдан асқан өлең жоқ, болмайды да. Иә, солай емес пе, екеуміз қожа бақытты екенбіз, деді де Сұлтан, ол өлеңді менің жазатынымды да білесің, дұрыс па, деген досының ақын даусы ести қайыңға үрмелей бастады. Осы қайыңның бірге туған безінде шәйіші жабысып, тез биіктеп үлгерген. Жылтыраған костюр шалбар қайың қабығымен ақ жоңқа әппақ ала болып шыға келді. Төмендегі қожа өзін қуырып жей бастаған. Аттаң, әлет, мен неге шыға алмаймын? Ағашсыз өлкеде өскеніме кім кінәлі, деген оймен жарысып қол аяғы бірдей қимылдады. Екі шығып сырғып екі түсті. Киімінің жыртылғаны былай тұрсын, көзге кірген қайың қыбына да түкіргені бардай намысын нарға отырғызып, үшінші ұмтылғанда қолы жуан бұтаққа ілінді. Қуанғанынан қарқылдап епсіз күліп алды да Сұлтанның отырған бұтағына тұстас
алып қарала бұтаққа жайғасты. Айнала көз тоярлықтай жақсы көрінеді. Сұлтан шіркін суретші болмадым әттең деп қайыңның қу бүрін құшырлана шайнап отыр. Қожекеңнің өзі өлең болып отырған. Ес-түс жоқ. Түйсік пен болмыстан тыс отау тігіп үлгерген. Өзінің қайыңда отырғанын ұмытып, жырауларша желе сөйлеп, аяғымен ары бере теңселе бастаған. Оны естіп отырған сұлтан жоқ-жоғын тапқандай жан-жағын шолып, қазақ, қытай, орыс, неміс, өзбек, түрік, башқұрт деп келіп, әй қойшы көп-ақ, бірақ бір күні суретін салсам, қалай ат қойсам болады? Қара қайың десем басқа ағаштардан ұят. Бәрін жаратқан бір Құдай. Сыбыр-сыбыр сол қайыңның жел шайқаған бұтағы секілді. Ар ойланып, бер ойланып, таптым, Қазақстан қайың деп атаймын. Айғай салып отырған бұтағынан ауып түсе жаздап жабысып әрең қалды. Бұтаққа жабысып тұрған қожа досының құлап бара жатқанын байқаған сәттен есі шығып төменге қадалды да отырды. Ой, бай белім қатты ауыртып қалдым, деді де қожа үнсіз тұрып алыстап барып бүрсісіп отырды да қойды. Сұлтан қалай түскенін өзі аңдамай екі аяғы қатар дік етіп жерге түсе. Не болды өзі? Қалай құлап кеттің деп аға бола қалған досы ашуланып. Әй, енді сен даңғыр етіп айғай салғаның сол, қайыңда отырғанымызды ұмытып кетіппін әлет. Екеуі ептеп жатақханаға жеткен. Қожаның белі сырқырап, екі дем алып жатақханаға кіре төсегіне қисайып еді. Кеш бата жүре алмай қалса керек, жедел жәрдемге жүгінуге тура келіпті. Басында ет қызу ме білмеген. Сұлтан сонымен емхана мен жатақхана арасында шай, кітап тасушы болып шыға келді. Қожаның омыртқасы сыныпты. 3 ай төсекке таңылып емханада жатты. Сұлтан өзін кінәлі санап ол жүрді. Қалай болса да қаптаған қалың бөтен ағаштың арасындағы Қазақстан қайың ағаштан неге, не үшін құлағандарын түсінген жоқ.